Әкесі 10 жастағы баласын ертіп жүріп, жерден ескі тағаны көріп қалады. Сонда баласына тағаны ала қойшы дейді. Сонда баласы мына тағаны не істеймін мен дейді. Не істейміз, бұл ескі ғой, тым ескі ғой дейді. Сонда әкесі өзі жерге отырып, ескі тағаны алып, біраз жерге келген соң, темір өткізетін жерден ескі тағаны өткізіп жеріп, оны 3 тиынға алады. 3 тиыннан көптеген шие сатып алады әкесі. Сонда жолда келе жатып, әкесі бір шиеден тастай бастайды. Сонда баласы иіліп бірнеше рет алып жеп отырады. Сонда тоқта бала, сен ескі тағаны алуға еріндің, ал шиені алуға бірнеше рет иіліп тұрдың дейді. Сен аз жұмысты қиын көрсең, сенге көп жұмыс тап болады, ал қанағат етпесең, көп заттардан қор қаласың деген рас деп әкесі баласына айтып береді.